Юлбарыс тырнағы деген мажаралы повестінен бір үзік тақдим етемін. Нешік келер әлі? Бір кешке кір нешке дейлеріні мына шулайрақ. Назим Ярағановта ертеге қадар күзерге қорар етті. Хайыр оның бүтін шарасы да үйді. Ашығыдан бір нендейді мағына шықмайышақ. Бұл тіге сары шәшлі шибар латыш қатыны біләнді ертеге ұқ араны үзерге керек. Бұл да жетті ертеге ұқ нұқта қойарға керек. Бұрақ қананың бұрмалы тар басқышынан көтерілгенде Сарми жаңа сұра беріп қойды. Назимчик, Назарис, сен бұл ертінің нендей тарихи ерт екенін білесің ме? Білмейсің. Олайса айтам, бұл ерт әлік фахиш хана болған. Соғыш уақытында фашистар яулап алғаннан соң, мұнда неміс офицерлары ял ете тұрған болған. Әміне бұсы біздің бөлме болар, өзім сайдап алдым, рахатланып, еркінлеп ял етарбыз, айда, өт төрдеміз. Бөлмеге кіргешті кәйфі кеткен Назимнің көңілін бектес көтерді қатын. Мұл етіп табын әзірледі, қыстай сыйлады, һәм алдындағы рюмкаға тоқтамышы коньяк құйып тұрды. Башқа уақытта ішінің шамасын бір қойшанда юғалтмаған Назим бүгін шама білән есепләніп тұрмады, салған бірін көтере берді, һәм біраздан исіріп ұйқыға түнгенін сезмеді қалды. Назимчик, Назарис, жаным, тұр енді тұр, дегірек ұзақ еқлайсың, әйді бар йонып кел. Баш чатмай, башыңды түзетәбі жаным, барып кел. Олар кештен жиылмаған, табын янына отырдылар. Назим баш түзетірлік қадарғына шама білән коньяк ішіп қойды. Үстел янынан бірінші болып тегі қыз қозалып кетті, тумбышке янына барып отырды, тумбышке үстінде нендедір қағазлар ятайды. Қазір Назарис иқтибар білән мені тыңла. Сенің мұнда не барысы 3000 теңге ақшаң қалған, ол сенің өзіңе гына жетерлік. Бізге 20.000 теңге ақша керек. Срочно хатыңа шу хатта телеграм соқ. Сен арша, авантюризм әлі? Авантюризм. Атналар ғой. Менің біле рахат чеккенде авантюристі өлейдім. Қазір? Давай, сатулашып тұрма. Меңа даваланырға керек. Һәм сен ада. Менің бұл шәһәрдә бик таныш әйбәт профессорым бар. Аның біле сөйләшінген. Әгәр үзімә генә булса, меңа 10.000 да жетер иде. Икебезгә булғаш, ол 20.000 сіз сөйләшіп та тұрмайышақ. Қарайлы, мен бет ауырмен, деді Назим. Мына қамысын сен айны профессор айтыр. Түшініп жетмен? Түшінмейсің ме? Мен де іспейді. Шет елге жүрі тұрған беймеші бөлі кетті. Мына қазір азғаннан азға бара. Ол кенеп айнып кетті, құйылып түшті. Нешлерге? Оның қорқу хисі ашы болып түйнелі башлады. Нешләтірге бұл сары шәшлі фахишәні? Кеше бөлмеге кіргеш, ол үстел үстінен саллы ғына бәллур вазыны алып, телевизор үстіне қойған еді, шол исіне түшіп шол яққа қарады, анары көзі білән бөлмені байқап шықты, ләкин оннан да құлайырақ әйбір тапмады. Ол әлігі вазыны қолын алды, әкірін ғына Сармити янына келді, һәм йомшақ тауыш білән генә, сен қадірлім дұрысын сөйлесің мұсың? Дұрыс, бізге көп яшарға қалмаған. Шул вақыт Назим жын ашу білән сілтәніп, әлігі саллы бәллур вазы білән оның башына кетіріп бәрді. Стенаға, үстелге, тумбышкаға қан шашырады, идәнге көл жәйілді. Ол ашығып қана пиджағын алып киді, зиыштырып ақшаларын кісәсіне көтірді. Оның паспортын қыз өзінің изуіне яшырген еді, ұланы оннан алды да қанларын сүртіп, ақшалары янына салды. Тезірек бұннан бұтирадан ішқынырға керек. Кішіге қораға көрінерге ярамай,
Ол ашығып ишекне бикләде. Ашықшы бала састыра тықты, урамға шықты, ләкин аның қорқуы тимемеді, керісінше ортағына барды. Ол бит кіші өлтірді. Қазір қоя барырға. Шәһәрдә қалырға ярамый. Санаторийда да құтылып болмас, қоя барырға. Нишләр? Қазір үк бүтерден шықнырға керек. Такси! Такси буш еді. Ол таксінің артқы отырғышына кіріп, бір пішмағына түсініп отырды. Қоя барамыз деді такси. Шәһәр шетіне. Шәһәр шеті кейін гражданин иптәш. Ол тағын сескеніп кетті. Аңа бит бұлай деп бір қойшында мүрәжағат еткенлер жоқ ие. Гражданин деп жинаятшыларға гына айтайлар түгелмесің. Әйе, ол ғұмырында бір мәртебеде суд қаршына басмаған кіші бүгін адам өтірді. Жоқ, ол өтірге тілемеді. Қыз бит өзі, сен бәрбір өлешәтсің, сен ақша керекмәс дейді. Таксист, тездікні үсте түш, мына сен айыз, жоқ, мәңні берем. Сен нәрсе? Миллионер мәлі? Ол бұрылып, оның езіне тікелді. Оның ағарған незін көріп, сіз нәрсе, сізді бақытсызлық ба деп сұрады. Әйе, шулайырақ. Ярғалай сәсіңіз жоқ. Алда yol ұзын еді. Назим өзінің ойларына шомды. Ол қазір сармей тұрында ойламайды. Оның бүттен ойы қазанда. Демек, оны түп башына отыртушы Хабибуллин екен. Демек, жолбарыс тырнағының қолданыс қылуда шының арқасында. Әбет ол жолбарыс тырнағы, оны ғұмыры бойы сақлап келді, бәлә қазалардан сақлады. Оны дәрежелерге өстірді, бақыт ұстады. Қазір шул жолбарыс тырнағының юғалуы болды, бақыт сарайының жимірілі башлауы болды. Олы Елмерінің түрмәге әләруіде шушының арқасында еді. Бітті бақыт жимірілді, шәл пәрәмә келді. Қоя барырға, Қазанға қайту турында ойларға да ярамай. Чөнки Қазанға қайту ол үз аяғың белән тамуққа келіп кіройды. Нишләргә қоя барырға? Икебез дә үләшәкбез диде бит хәшәрәт. Үзе дөмәктә әмінә Назимға қоя барырға. Күпергә җитәрәк, ул таксистның иңенә кагылып алды. Хәзер сулга борыл. Менің асылмалы көпір үстінен вагоннан шығасым келі, әсен астан көпірінің тік яғына шықта мені шында кетіп отыр, ақшасын мына қазір оқуалы. Ол таксистің қолына 5 дана 100 сомлық салғаш, таксист аптырап кетті. Ләкин ақшаны жинап кісесіне салды да, арғы яққа таба жолын дәуам етті. Астан қарағанда, су аста бекірақта анда ажғырып гаю елғасы аға, маңдай ажғырып аққан елғаны оның бірінші көру Бүгін кешу станциясында пассажирлар да, әлләні көп туристлар да көрінмей, ол бір мәшақатсыз билет алды, һәм вагонға кіріп отырды. 22 кішілік вагонда алар барысы 7-8 кішілді. Әлігі көпірден, Дуғасыман көпірден үске көтерілген сайын, Сухаманда ерақта, түбәнде көрінді. Шу, онда зәңгәр отты 2 машина келіп тоқтады. Милиция ма? Қоя баралар. Қоян келелер. Әнеге қоғаланалар. Қаранышып ілтіртелер. Көпірінің екінші яғына yol тұттылар. Демек, yol ябылды. Ол қапқында. Ол бір сөзді әшмеші. Ишік янына келді. Біраз уақыт икіленіп тұрды. Аннары ишікні күш білән ашып, тәуәккәлләп түбәнге қараңғы ұпқанға ташланды. Оның жан ажыты білән қышқырған тауышына ишетіліп қалды. Кешке таба, елға тамағынан оның өлі гәүдәсін тауып алдылар. Врачлар оның суға тұншығудан түгел, жүрегі ярылудан екенін растладылар. Әлі ауадан ұшып түшкенде ол мәрхүмнің жүрегі ярылған болған екен. Шумсы қызым. Ригадан Қазанға самолетта алып қайту үшін, оны алып қайтырға қатыны Сүрия түгел, яратқан балдызы Шибар Ләлә келген еді. Онға да тәфсирлеп аңатып тұрмадылар, бақытсыздық арқасында халак болғанына деділер. Қазанға қайтып түшкенде, Ләләнің шымыр қара шәшлері пап-пап болған еді. Ақ шәшлер яғында
қара фажиға түсмірлерінің қайдан пайда болғанын ол өзі ғана шамалайды. Рахмет.